Love this. Дженнифер Лопестің сторисіндегі осы екі ақ сөз мына кілем портретке әлемнің назарын аударды. Автор қазақстандық суретші Ассоль Әсел Сабыржанқызы. Ол таяуда ғана босанған ана. Видеода бір қолымен бөпесін тербетіп, бір қолымен бояу жағып тұрғаны анық көрінеді. Кілемнің кетегінде Алматының нышандары мен таулары. Формат 170-120 см. Әселдің айтуынша символизм кілемді ұлттық өнер дәріптеудің мінсіз медиасына айналдырады. Айтқандай-ақ, оның жұмысы бір күнде 10 миллионнан астам қаралым жинады. Нағыз вирал сәт. Бірақ бұл сәттілік емес. Артында 30 жылдық жол жатыр. 15 жыл өнер мектебі, 4 жыл университет, 2 жыл магистратура. Я как медик. Ассольмен мен осыдан 4 жыл бұрын танысқам. Сол кезде оның еңбектерінің Лондонға жіберілгенін білген едім. Айтпақшы, маған да сыйлаған портреті бар. Оның бүгінгі оқиғасынан ұққаным атақ еңбектің марапаты. Жаса, қазақ қызы.